Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте нәзік әрі дәмді шоколадты брауни дайындайтын боламыз. Осы менің рецептімен жасасаңыздар, шоколадный брауниларыңыз өте дәмді, өте нәзік болып, ерекше болып шығады. Осы рецепт идеальный шоколадты браунидің рецепті. Прям жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, сізде жасап көріңіз. Ең алдымен шоколад пен сары майымызды водяной баняда жақсылап ерітіп аламыз. Шоколадымыз суығанша жеке ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды қосып жақсылап миксерлейміз. Ағарып, көтеріліп, көпіріп осындай аппақ болғанша жақсылап тұрып миксерлейміз. Одан кейін үстіне жаңағы шоколадымызды құямыз, шоколад пен сары майымызды. Ол міндетті түрде қоңыр салқын болу керек, ыстық болмау керек. Оның үстіне ұнымыз саламыз және шай қасықтың 4/1 бөлігі қопсытқышымызды қосамыз да тағы да жақсылап бір келкі болғанша миксерлейтін боламыз. Міне осылай бір келкі масса болған кезде оны формамызға құйып, алдын ала қыздырылған пешке 200 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Шоколадный брауниміз дайын болғанша оның бетіне құятын шоколадты ганашымызды дайындаймыз. Яғни водяной баняда сливки мен шоколадты қосып ерітеміз. Міне біздің шоколадный брауниміз дайын. Әбден суыған шоколадный брауниміздің бетіне осылай жаңағы шоколадты ганашымызды құйып, бірде қылдырып тегістеп жағып шығамыз. Және ол осы шоколад бетіндегі жақсылап кеуіп қатқан кезде бетіне мен осылай сахарный пудра сеуіп әдеміледім. Сіздер өз қалауларыңызша басқаша қылып әрлесеңіздер де болады. Брауниміз өте дәмді, өте нәзік болып шықты. Осы рецепт прям идеальный шоколадный браунидің идеальный рецепті. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!